Бұл фильмнен кейін адамдарға түнде қоңырау келген. Таспаны көргендер 7 күннен кейін жоғалған дейді. Звонок. Жай кино емес, артында шын оқиға бар. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Мың 1990 жылдардың ортасында Жапонияда бір қауесет тарай бастады. Адамдар арасында белгісіз видео таспа туралы сыбыс жүрді. Айтуларынша, оны көрген адамға телефон соғылады. Ал ар жағындағы дауыс бір ғана сөйлем айтады. Сенде 7 күн қалды. Бұл жай қалжың деп ойлағандар көп болды. Бірақ бірінен соң бірі жасөспірімдердің түсініксіз жағдайда қайтыс болуы полицияны алаңдатты. Ең қорқыныштысы олардың жүзіндегі қатып қалған қорқыныш еді. Дәрігерлер себебін таба алмады. Дәл осы оқиғалар кейіннен жазушы Кодзи Сузукидің назарын аударды. Кодзи Сузуки ел аузындағы аңызды зерттей бастайды. Ол бір қонақ үйге барады. Таспа алғаш табылды деген жерге. Қонақ үйдің ескі бөлмесінде қараусыз жатқан теледидар мен шаң басқан видеомагнитофон тұрды. Қызметкерлер бұл бөлмеге ешкім кірмейтінін айтты. Сузуки таспаны қосуға батылы бармай, оны тек сөмкесіне салып алды. Сол түні ол ұйықтай алмады. Түн ортасында телефон шырылдайды. Трубканы көтергенде ешкім сөйлемейді. Бірақ әлсіз бір сыбыр естілді. Сол сәттен кейін жазушы «Звонок» романын жаза бастайды. 1998 жылы кітап желісімен фильм түсіріле бастады. Бірақ түсірілім алаңында түсініксіз жайттар көбейді. Камералар өздігіне сөніп қалатын, ленталар бұзылып шығатын, актерлер бірдей қорқынышты түс көретін. Самара рөлін ойнаған актриса бірнеше рет түсірілім кезінде жылап жіберген. Ол кейін сұхбатында «Мен рөл ойнаған жоқпын, біреу менің ішімде тұрғандай болды» дейді. Түсірілім тобының бір мүшесі фильм аяқталмай тұрып жобадан кетіп қалған. Себебін ол ешқашан айтпаған. Фильм шыққаннан соң Жапонияда тағы бір толқын басталды. Көрермендер кинотеатрдан шыққаннан кейін телефон қоңырауын естігенін айтқан. Әрине, ол жай сәйкестік болуы мүмкін. Бірақ кейін адамдар фильмнен кейін бірнеше күн бойы теледидардан өздігінен ақ шу пайда болғанын көргенін айтқан. Интернет форумда бір жазба тарады. Мен фильмді көрдім, үйге келдім, теледидар өздігінен қосылды, экранда құдық көрінді. Автор сол посттан кейін жоғалып кеткен деген қауесет бар. Бүгінгі күні «Звонок» жай ғана қорқынышты фильм деп есептеледі. Бірақ кино мамандары арасында бір пікір бар. Кейбір идеялар ойдан шықпайды, олар бір жерден келеді. Фильмнің сценарийіндегі құдық, таспа, 7 күндік қарғыс, бұлардың бәрі Жапониядағы ескі фольклорға ұқсайды. Ал ең қызығы, алғашқы таспаны қайда екені белгісіз. Кейбір кино коллекционерлер оны әлі бар дейді. Ал егер бір күні сен ескі видео таспа тауып алсаң, оны қоспай ақ қойғаның дұрыс шығар. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.